Аягөз, Серебрянск және Риддер қаласының тұрғындарына құлақ қағыс. Облыс орталығынан осы және жол үстіндегі өзге де елді мекен тұрғындарына дәрігерлер топ аттанды. Құрамында офтальмолог, кардиолог және хирургтар бар. Мамандар пойызға өздерімен бірге құрал жабдықтарында ала шыққан. Қабылдау осы вагонда жүргізіледі. Тұрғындар өзі қалаған маманнан кеңес алып, скринингтен өтулеріне болады. Бұл қызмет ақысыз. Теміржол бойындағы көмек аймақта дәрігерлер жеткіліксіз болғандықтан әдейі ұйымдастырылған. Оның үстіне азаматтардың бәрі бірдей ірі қалаға барып тексерілуге мүмкіндік жоқ. Жоспар бойынша дәрігерлер пойызды 3 күнде 500 шақырымды жүріп өтеді. Шұғылардың арқасында біз ауруларды ертерек анықтауға мүмкіндік береді. Бізге пациенттер түскен кезде олар көбінесе уже ақырғы стадияларына түседі, когда біз дұрыс ем бере алмаймыз ол кезде. Осындай шұғылардың әсері немесе пайдасы өте көп болады.